Мұхтар Мағауин көк кептер әңгімесі. Адам қартайғанда бір бала деген сөз мінез-құлыққа, жүріс-тұрысқа ғана орай айтылмаса керек. Кімнің кім екенін іш пікір көңілмен пиғыл айқындамай ма? Қартайғандағы балалық дер кезінде кең пейіл азамат бола білген жандарға ғана дарымақ. Ал мына ақсақалдың бала екеніне күмән жоқ-ты. Тек мезгілсіз есейген қамырықты бала. Түске таман үнемі осы биік мұнаралы музей үйінің теріскей қапталында күнесте ұзын ақшаңқан қайыңғы скамейканың шетінде жезбен әшекейленген әдемі асалы қап-қара таяғын тізесіне кесе көлденең қойған беті алға еміне құнысып отырады. Қолында нан, алдында дәлірек айтсақ аяғының астында жыбырлаған көгершін. Ақсақал нанның дамын тұтымдап үзіп алып солардың жемдеуімен болады. Және болысы қызықтамайды. Ұрты суалған қатпар беті анда-санда бір жыбыр етіп сақалсыз үшкір иегі кемсеңдеп, кірпігі түсіп бітуге айналған, қызара адымдаған көздері әлдене бір нүктеге қарап безірейді де қалады. Бір қалыпты қимылмен кептелерге нан үсіп салып отырған оң қолдың өз иесіне ешқандай қатысы жоқ тәрізді. Міндетті қызметін атқарып, үйренген механизмге ұқсатанмын. Әйткенменен шал кейде күліп отырған, кейде жылап отырған сияқтанатын. Бәлки осының бәрі менің көңіліме ғана шығар. Музей қоймасына енгелі айдан асқан. Әуелде қызық көрінгенімен жұмыста қажыта бастаған. Шаруамды тәмамдап, күйсін-түйсінмен этнографиялық аққа арналған мақаламды тезірек жазып тастауға бекінгем. Қазіргі сәтте қадағалаудан гөрі ойлануым көбірек еді. Соған орай мезгілді-мезгілсіз сыртқа шығып серуенде де жиілеген. Күнде осы арада отыратын қартқа да кешеден бері ғана назар аудара бастағам. Енді қасына кеп отырдым. Қарттың алдында теңбіл сары жапырақтармен шұбарланған бол асфальт үстінде өрлеп, құрылдап, жапыр-жұпыр болып жатқан көгершіндердің бір шеті түрі көтерілді де, шағын шеңбер жасап қайта айналып қонды. Ақсақал маған қарамады. Өзі кептерлерде, ойы әлде қайда. Бірақ машағаннан жаңалар емес, қолындағысы наннан қыртысы тұқылы екен. Ширек бөлкедей. Оғынып жұмсағын алып бітуге жақындапты. Нанның әрбір түйірін лақтырған сайын көгершіндер үйме-жүйме болып қалады. Бірақ бір жолға жем біреуінің ғана аузына түседі. Оған орай шалда жемді әр жолы әр тұсқа тастайды. Біраз қызықтап отырған соң мен құс қауымына да әртүрлі мінез, әртүрлі пиғыл барын аңдадым. Кейбір кептелер нанның қай шамаға лақтырылатын күн ілгері біліп алатын сияқты. Әйтеуір талас тобырдың ортасынан табылады. Көбіне алып шығады. Bir алақанат теңбіл сұр кептермен келгеннен берінің өзіне 4 рет жемілді. Сонда да сумаңдап жүр. Жер тұрғысының ерекшелігі көзге шалынады-ау деймін. Еті тірі жалғыз бол емес сияқты. Соған орай несібесінен қағылғыш ашық ауыздар да бар екен. Мұндайлар топтың ана шетіне бір, мына шетіне бір жүгіреді. Әйтеуір жем түскен тұстан аулақта болып шығады. Бір тәуірі тебіндегі әр тайының мінезінің құлқы. Жақсы білетін жылқышыдай, ақсақалда көгершіндердің тірлігін жай жапсарын қанық екен. Нанның қыртысы да жеміріліп, орталанған кезде мен қарттың жалпыға емес, белгілі бір көгершіндерге арнап тастап отырған аңдадым. Әйткенменен талайсыз ашық ауыздардың бұдан ұтқаны шамалы. Қарсы алдында түскен қиқымның өзі басқалар қағыба кетіп жатыр. Ашық ауыздар талантымен айрықша көзге түскен ақ қанат көк кептер еді. Менің байқамшы ол манадан бері тым құрса бір рет те жемілген жоқ. Нан таусылды. Сәлден соң көгершіндердің бір тобы, әрине тоя далғандары қанаттары сатырлай көтерілді де, биікті егеле музей мұнарасына бір айналып өтіп, аулаққа барып қонды. Ал көпшілігі әлі бірдеңе дәметіп, сыпырласып жүр. Бітті, деді қарт екі қолын жайып. Оны кептелердің ешқайсысы таға қоймады. Кейбіреулері тіпті бұрынғыдан да жақындай түседі. Мөле қарайма қалай. Сізде ештеңе жоқ па? Деді ақсақал маған. Мен көшеде бейтаныс біреулер сіріңке, нешілім сұрағандағы әдетімен қоса жан қалданды бірдей сыртынан қақтым. Жауабымда оғаштау естілді. Ештеңе ала шықпап едім. Бұрын үнеме көгершіндерге арнап қалтама нан салып жүргенде ақсақал жымиды. Тіпті күлкісі келді ғой деймін. Иегі шошаңдап кетті. Маңдай тістерімен қаужап май шайнап жатқандай. Бірақ қария қызыл иек еді. Бір тісі жоқ. Бәлки 2-3 азудың тұқылы ғана бар шығар. Мен анандайды қарағанда ақсақалдың әлденеге қатты кейіп отырған тәрізді көрінінің сырын жаңа аңдадым. Бидай, тым құрыса жарма кеп шошқан дұрыс болар еді, деді қарт. Таласып тармаспас еді. Әрқайсының өз несібесін теріп жүреді. Бірақ қайдан табарсың? Оныңыз рас. Дедім бұдан әрі үнсіз отыруды сөзсіз көріп. Кейбіреулер ештеңе тимеді, ал мына кептер мүлдем аш қалды. Қайсысы? Ақсақал менің саусағымның ұшына емес бетіме қарады. Анау, көк кептер, арғы, ақ қанатты.
Қарт сонда ғана иланғандай болды. Біртүрлі жайсыздан қозғалақтап кетті. Әлде бір сүйеніш іздегендей тізесіне жатқан таяғын қолына алды. Апыр-ая, қалай байқамадым екен? Әттеген ая, ештеңе етпес, деді ақсақал шынымен жұбатып. Күніне бір ауақ арнайы жем шашатын болса керек. Қарт менің сөзімді мүлде естімегендей, қос қолдай тіреген таяғын бауырына қыса әлдеқайда тесіле қарап, құнысқан күйі қимылсыз қатып қалды. Сағатыма қарадым, енді 2 минутым бар. Айтыңызшы, деді кенет ақсақал ширақ қимылмен маған қарай оқыс бұрылып. Оқыған адамсыз, білетін шығарсыз, кептер қанша жасайды? Менің ойымша оқыған адам бәрін бірдей білуі шарт емес. Шарт бір нәрсені ғана білу, тек түбегейлі білу болса керек. Және немесе жалтармауға тиіс. Әйткенмен үлкен кісі бәрін де біледі деп есептейтін баламен қалай сөйлеспек жөн? Қарға 3 жыл жасайды деп естіп едім. Тайғанақтана. Ақсақал тамсанып басын шайқады. Менің көл көсір білімім ме, әлде қарағаның ұзақ жасына ма, аңдай алмадым. Әйтеуір қайран қалғаны анық. Қоқыста жүретін қарға 3 жыл жасағанда көгершіні тұңғырса 40-50. Таппадың балам, деді ақсақал сөзімді аяқтатпай. Қайдан білдің? Қарға нәжіс сақтырғандықтан көп жасайтын шығар. Ал кептер, жасай қоймасау. Соншалық таза, соншалық пәк нәрсе ғой. Жасаурай қызарған көзін сығырайтып сәл отырды да, кім білсін, жасаса жасар, 40-50, болмағанмен 20-30 жасап қалуы мүмкін ғой. Қалай ойлайсыз? Ықтимал нәрсе, дедім мен шалда іште жек көре бастасам да әуелгі сөзімнен қайтқым келмей. Онда Болаттың көгершінде бүгінгі күнге дейін тіріді, деді ақсақал. Басқа бір жерге қоныс аударған шығар. Осы қаланың ішіне, мен болмасам басқа біреу жем беріп жүр. Мен көрмесем басқа біреу көріп жүр. Бәлки сіз де көрген боларсыз. Қандай көгершін? Деді мен. Көк, жоқ, жаңағы емес. 100 кептердің ішінен көзге бірден шалынар айрықша. Сондай сүйкімді еді. Қазір осы жерде жүрсе кішкентай Болатымның көзіндей көрерім. Енді бәрі түсінікті. Бақсы бір кезде бұдан 20-30 жыл бұрын мына ақсақалдың Болат деген жалғыз ерке ұлының асыранда көп кептері болған. Бала қыршын кеткен, біраздан соң көгершінде жоғалған. Ақсақал олмен жүріп тозбас қайғы жоқ, баласын ұмытқан, ал баласының көгершіні әрине ойына кіріп те шықпаған. Хош, күндердің күнінде қарт пенсияға жетеді. Қаңыраған үйде кемпірмен екеуі ғана. Бала жоқ, жұмыс жоқ, тілек тозған, енді жетім ой көңіріне зарлап өткен оралмағанда қайтпек. Кішкене Болатқа қатысты нәрсенің бәрі ыстық көрінбей ме? Күн суытпағанымен жаз емес. Бойым тоңазып қалыпты. Мерзім уақытым бітті. Кетуге ыңғайландым. Онда Болат 5-6 жаста еді, деді шал аяқ асты әңгімені бастап. Тұра бере қайта отырдым. Қарттардың әңгімесі қызықты. Тек өздері уақытты есепте көрмеген жандар сіз асығыс екен деп әсте ойламайды. Кейде сөз үшін емес, өз үшін айтады. Өз өткенін еске түсіреді. Әңгімеге мүлде қатыссыз бөгде жайттарды қазбалап келетіндері тағы бар. Амал не? Ұсталдым. Ыңғайына қарағанда мына кісінің хикаясы талай жерге баратын сияқты. Менде шаруа жоқ, сөзін сабақтай берді. Біз анау түсті әлдеқайда иегін көтерді. Тұратынбыз. Қазір орында жоқ. Төңірегін тас қалқандап жаңа үйлер салып тастады. Паркке күнде келеміз. Жұмыстан шаршап қайтқан мен үшін демалыс. Әрі таза ауада баланды ойнатасың. Болаттың ермегі көбіне осы кептерлер. Ол кезде өте көп еді. Қазіргідей қобыраған сабалақ емес, тегіс сұлу. Кісіні мүлде жақтырмайды. Болат қозылақтың ішінде жүргенде араласып кетеді. Жемсіз келмейміз. Көбіне нан. Болат өз қолымен салады. Кептерлер де оны танып алған. Бізді ана ататайын көрісімен-ақ өлуін күшейтіп жабырласа бастайды. Аулақта жүргендердің өзі үйреншікті орынға, мына біз отырған жерге дүркіреп кеп қонып жатқаны. Әуелде баланың ойына назар аудармайтын едім. Газет оқимын, журнал қараймын, өз бетіммен отырамын. Бірде кешқұрым біз үйге қарай беттегенде әлдебір кептердің соңымыздан ерген аңдадым. Біз асықпай, жайлап басып келеміз. Кептер де сонда әрең ілеседі. Қаламауға тырысып, мойын алға қарай созып бейіміне түседі. Бірақ жүрісі өнбейді. Кептер ақсақ еді. Сол аяғынан оң аяғына аттағанда шойнаң етіп бір бүйіне домалап жығыла жаздайды. Алға жылжу соншалық қиын екеніне қарамастан бізден қалмауға жан салады. Әйткенменен аралық ұзай береді. Сәлден соң әлде бұл әрекетіне ештеңе өнбесіне көз жетті ме, әлде шаршап дымы құрыды ма? Кептер мойны көкке созған қалпы бір орында тұрып қалды. Келесі күні оны бірден таныдым. Сүйректей сұлу, көк кептер екен. Оң жақ аяғы жіңішіктеніп сынып, шор болып қисая біттім. Сүйретіліп жатыр. Бірақ аянышты бұл емес еді. Болат жем тастаған сайын кептерлер үймелесіп, таласып тарамасып бұйырғаны жеп жатады.
сүріне қабырына көк кептерді ұмтылады. Тек аузына ештеңе түспейді, басқалар бұрын жетеді. Болат жарты сағаттай ойнап, қолындағының барын салып біткенше көк кептердің аузына бірде-бір түйір ілінбеді. Ертеңіне тағы келдік. Тағы кешегіндей. Бұл жолы тура жарты бөлке әкелгенбіз. Көгершін 70-80 қарала, мен санап отырдым. Баланың ештеңеде шаруасы жоқ, мәз болып оңды-солды үлестіруде. Тура 239 үзім тастады. Көк көгершінге соның бірі бұйырсашы. 240-шыда да дәтім шыдамады. Болатты дауыстап тоқтаттым. Нанның кішкентай тұқылы ғана қалған екен. Қолым алып аз-аздап үзімде көк кептерге дәлдеп тастай бастадым. Сонда да жартқаным шамалы. 5 не 6 түйірден 1-2 ғана тиді. Содан бастап біз көк кептерді арнап жемдейтін болдық. Арада бірер жыл өткенде Болат мектепке келді. Ойынның басқа түрлерін тапты. Менің де қызметім өзгерді. Жаңа пәтер алып, бұл жерден аулағарақ барып қондық. Көк кептер де ұмтылды. Көк кептермен бірге бауыр етім болған баламнан да айырғанымда мен ол кезде пайымдағам жоқ. Өмір озып, арада 20 жыл шақты жыл өткенде, алжи бастаған кезімде ғана еске алдым. Ойлап отырсам, көк кептерден ғана емес, талай нәрседен айырылыппын. Ақсақал үнсіз қалды. Шынында да аянышты тағдыр. Жалғыз баладан айырылу кімге оңай? Қайта мықты қарт екен. Шүкір тәуба, деді ақсақал менің ойымды сезгендей, бірақ бұдан арғысы мен күтпеген сөздер болып шықты. Бала мен келін оқуымызды бітіріп аламыз деп бір жүрді, қорғаймыз деп екі жүрді. Ақыры онсыздан мұнсыздан байланды. Енді бір немере сүйсем арманым жоқ. Тек ойнатуға жарар жасқа келгенде бармын ба, жоқпын ба, ойлап отырсам мұным да пендешілік. Жастардың баланы бір михнатын өздері көргені жөн. Тіршілік болса, Болаттың өз кішкентайын ертіп баяғы мен құсап жүрерде. Сол сәтте ештеңені парықтырмас. Арада 20 жыл өтсін, сонда білер әкенің қадірін. Шал тағы да үнсіз қалды. Қарлы белдеуі жаздағадан әлде қайта төмендеп, ақ буырыл тартқан сеңгір шыңдарға ма, шаңыта көгерген аспанға ма, әйтеуір алысқа, биікке қарап отыр. Өңінде мазақ ісі, масаттық табы бар. Кенет менің ақсақалдың қалжыңдасқым кеп кетті. Ал өзіңіз әке қадірін білгелі қанша жыл болды? Десем деймін. Тек айына бір хат жазуға мойным жар бермейтін деген хабарын да білмегем. Алыс ауылда жатқан өз әкем мектепке барғаннан бері мені қып қойнауына ойған. Дүниеде өз тұрғысынан қарай бастаған өз балам есіме түсіп үндемедім. Тағы да музейге жолым ойысты. Бұл ретте ұзағырақ отыратын сияқтымын. Күн сайын түс кезінде сыртқа шығып бірер сағат бойы жасам. Қаптай қонып жыбырлай жем шоқып жатқан көгершіндерді қызықтаймын. Бірақ баяғы ақ қанат көк кептерді, азамат болған көзі тірі баласының сәби шағын жоқтаған ақсақал да қайыры көзіме шалынбады. 1977 жыл.